Нұр-Сұлтан қаласы Алматы ауданы полиция бөлімінің нөмірі 3-ші учаскелік полиция пунктінің учаскелік полиция инспекторы, полиция майоры Абдраманов Жүсіп Сапаралы ұлы және Тұрсын Астана тұрғын үй кешені корпоратив ремтехстрой Астана төрағасы Нұрсейіт Бақтияр Серғазиевич таза қауіпсіз аула челленджін қабылдаймыз. Яғни менің нөмірі 17-ші әкімшілік аумағымда Қошқарбаева даңғылы бойында орналасқан көп қабатты тұрғын үйлер саны 7, 30 подъезден 1432 пәтерден тұрады. Халық саны жалпы 6000-дай тұрғыны бар. Әкімшілік аумағымда Тұрсын Астана тұрғын үй кешені кооператив төрағасымен және тұрғындармен бірлесе тұрғындардың қауіпсіздігіне байланысты тұрғын үйге жалпы саны 236 бейнебақылау камералары үй және сыртқы жағынан және лифттерде орнатылған. Түнгі уақыттарда әр подъезд алдында жарық шамдар орнатылған. Тұрғындар бейнебақылау камераларын интернет жүйесі арқылы көре алады. Тұрсын Астана тұрғын үй ауласында балалар қауіпсіздігіне арналған балалар ойын алаңы толықтай қоршалған. Балалардың жүргізуші жолына шығып кетпеу мүмкіндіктері қарастырылған. Учаске жедел профилактикалық іс-шарасы барысында тұрғындармен таныстыру жұмыстары жүргізіліп, визиткілер таратылады. Әр үйдің подъезд кіреберісінде ақпарат стендтер қойылған. Онда учаскелік полиция инспектор туралы толық мағлұматтар көрсетілген. Тұрғындар кез келген уақытта учаскелік полиция инспекторымен байланысқа шыға алады. Аталған тұрғын үйдің подъезд жауаптыларымен бірлесе жұмыстар жасалып, және пәтер жалдаушыларды қадағалау мақсатында арнайы кітаптарға тіркеп, құқық бұзушылықтың алдын алу мақсатында бірлесе жұмыстар жүргізіліп, әкімшілік құқық бұзушылықтар анықталады. Түнгі уақытта түнгі тыныштықты бұзған азаматтарға және подъезд ішінде темекі тартқан азаматтарға әкімшілік хаттамалар толтырылып, пәтер жалдап тұрған тұрғындармен профилактикалық сөйлесулер жүргізіледі. Осы челленджді Нұр-Сұлтан қаласы Алматы ауданы полиция бөлімінің нөмірі 4-ші учаскелік полиция пунктінің учаскелік полиция инспекторы, полиция аға лейтенанты Нарбеков Жорабек Арапбайұлына және Ақбұлақ Лайф корпоратив төрағасы Әбдіқалық Әсемгүл Амантайқызына жолдаймыз.